Саламатсыздар ма? Бүгін модельдеу бойынша көрсеткім келіп тұр. Мына көйлектің алдыңғы жағын. Бұл көйлекте жағасы тік. Мына жерде планкасы бар, ілгектейтін. Екі қолында манжет, етегі желбіршек, мына жер желбіршек, мына жері былай бөлінген, кокеткасы бар. Ең алдымен мына жердегі кокетканы жасау үшін мына жердегі вычканы жауып, мына қапталына көшіреміз. Ол үшін мына жерден жоғарыдан төмен қарай 5-6 см өлшеп алып, осы нүктемен мына нүктені қосамыз. Содан кейін мына иықтың шеткі нүктесінен бастап былай қарай 4-5 см өлшеп аламын. 4 см өлшеп аламын. Осы нүктені мына жерге қосамыз. Енді осы нүктеден мына алдыңғы жағына перпендикуляр тік бұрыш түсіреміз. Енді мына жердегі бұрышты доғалдап формасын жасаймыз. Содан кейін енді мына жерге тігіс түсетін болғаннан кейін осы жерді қиып аламыз. Осындай детальдардан тұрады. Мына жердегі желбіршегі мына екеуін қосқан кезде арасына қосып тігіліп жіберіледі. Тік жағаның лекаласын мына жерде былай қойып, мына жердің ұзындығын өлшеп алып, соған тік жаға тұрғызамыз. Жеңі қысқарады, ал үстіңгі жағы өзгермейді. Сау болыңыздар.